Ассаламағалейкум. Армысыздар. Тікелей эфирде информбюро сіздермен бірге Лимара Салих Және Мақсат Толықбай. Назарларыңызда бүгіннің басты жаңалықтары. Алматы-Ташкент тас жолында таксистер 11 әйелді неге өлтірген? Қылмыстық топтың 2 мүшесі қайда тығылып жүр? Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз, екіні басыңыз дегенше Алматыда тұтастай бір жатақхана өрт пен көк түтінге оранды. Бүгінгі қазақ жұрты өз елінде қандай күй кешуде? Қазаққа ең бірінші не керек? Оңтүстік Қазақстан облысында бірнеше айдан бері бүкіл елді үрейде ұстаған аса қауіпті қылмыстық топтың мүшелері қолға түсті. Олар Қазақстан мен Өзбекстан аумағында 11 әйелді тонап артынша өлтіріп отырған. Олардың әлі екеуі қашып жүр. Ауыр қылмысты ашуға көрші Ресей, Қырғызстан мен Өзбекстан елдерінің полиция жұмылдырылған. Олардың қандай да бір діни ағымдарға қатысы бар жоқ анықталып жатыр. Әзірге қылмысты тонау мақсатында жасаған деген болжам бар. Қарақшылық топ такси жүргізуші қызметін бүркеніп, облыста 4 әйелді, көрші елде 7 азаматшаны тонап, артынша қылмыстарын жасыру үшін оларды өз заттарымен буындырып өлтірген. Қылмыстарын Алматы, Ташкент тас жолында жүзеге асырған. Мәйіттерді жол жөнекей жүргендер мен малшылар тауып, полицияға хабар беріп отырған. 4 адамнан тұрған қылмыстық топты қолға түскен Өзбекстан азаматы басқарып келген. Ол осыған дейін сотты болып, тәртіп үшін бостандыққа шығыпты. Ол өз еліне экстрадициялануда мүмкін. Тағы бір қылмыскер Ташкентте ұсталған. Қарақшылық топ арам пиғылдарын бір жоспармен бірлесе асырған. Көбіне темір жол вокзалынан жолаушыларды алдап отырғызатын болған. Бұларды жедел уәкілдер, тергеушілер сараптама жасағанда, бұл әр қылмыс баға береді ғой, сараптама жасайды, баға береді. Негізі бұл бір топ жасалынып отқан, және де біраз әңгіме болып кетті, маньяк деген. Бұл бір адамның жасап отқан емес, маньяк жоқ, және де бұл бірінші жоба келгені ол тонау мақсаты. Ал Павлодар облысының Тереңкөл ауылында жас өспірімдер арасында қатыстан 23 жастағы Дархан Мұқажанов қаза тапты. Оқиға жеңіс күн тойлап жүрген ауыл жастарының кафедегі жанжалынан басталған. Соның салдарынан бір жігіттің санына оқ атылып, ол ауруханаға түседі. Жолдасының кегін қайтару үшін 10 шақты жігіт оқ атқан Кушлакаевтардың үйін қоршауға алады. Осы уақытта белгісіз біреу шолақ мылтықтан жігіттерге оқ жаудырған. Кезеген оқ Дархан Мұқажановқа тиген. Жас жігіт ауруханада жан тәсілім етті. Бұдан кейін аудан орталығына арнайы жасақ ОМОН енгізіліп, ауыл темір тәртіпке бағынады. Қазіргі уақытта 3 бірдей оқиға желісімен қылмыстық іс қозғалды. Басты күдікті ретінде Анзор, Зурав және Ислам Кушлакаевтар қамауға алынған. Айранда үйіп отырған ауылдың күлін көкке ұшырып, у-шу шығарғандарды полицейлер жаппай жауапқа тартамыз деп отыр. Осы оқиғалардан соң қылмыстың бетін ашу үшін Павлодар қаласынан арнайы жасақ аттанды. Сондай-ақ басқармадан жауапты тұлғалар оқиға орнына жедел аттанды. Алматы іргесіндегі Шри-Ланка кәсіпорнынан ши шықты. Өткен жылы осы мекемеде жұмыс істеп жүрген кезінде өндірістік жарақат алған Жұлдыз Сейілханова өзінің мүгедек қалған мүшел жасына мекеме басшылығын кінәлап отыр. Аталған кәсіпорынның жартылай өнім шығаратын бөлімінде жұмыс істеген бойжеткен өзіне таныс емес қондырғыға қолын жорып қойған. Айтуынша өзі білмейтін аппаратты бағындыруға бойжеткенді бригадир мәжбүрлеген көрінеді. Салдарынан Жұлдыздың 4 саусағы мен алақанының жартысын тілін түсінбеген темір техника өзіне орап жоқ қылған. Небәрі 24 жасындағы жарымжан болған бойжеткенге жұмыс беруші әлі күнге қажетті көмегін көрсетпеген көрінеді. Жарқырап жүретін шағында жүзін жасырған Жұлдыз өзінің жарымжан күйін басқаларға көрсеткісі келмейді. Әкесі 2-ші топтағы мүгедек, анасының жалғыз жалақысы бір үйлі жанның қай жыртығын жамасын, бір шетіне шықпаққа жұмысқа кірген. Менің қызымның басынан өткен нәрсені ешкімнің басына тілемеймін мен. Қызымның қолын кескендегі жүрегімнің ауырғаны мен әлі ұмыта алмаймын. Жұлдыз да араға жыл салып өзінің мүгедек болып қалатын мүшкіл күйін көз жасы көл болған ата-анасына көрсетпеу үшін дәрігерлер дәрменсіздік танытқанда шіри бастаған саусағын жұрт көзінен жасырып, үйіне қайтпай көше кезетін білмеген еді. Алайда қолында қалдырғысы келгенімен шіри бастаған саусағы иістеніп, аурухана төсегіне қайта таңылыпты. Қолым шіріп иістеніп отқан, мен білем, сезем, үйдегілерге жаным ашып ештеңе демейтін. 3-4 больница мен жолда жүрдім, қолым шірікті, мен поезд көтеріп қалада жүрдім, мен 3-4 больницаға ешқайсысы қабылдамайды мені. Анау қымбат, мынау қымбат деп мен үйге қайтарып жіберді, үйде жаттым 10 күн.
Бойжеткен бұлай көше кезіп жүрмеу керек еді. Өйткені өндірістік жарақатты өзі жұмыс істеген Шинлайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі жартылай өнімдер әзірлейтін бөлімді алған. Тағы да өздігімен емес, айтуынша әзір болған өнімді қаттап жүрген жұмысын тастап, тілін білмейтін техникаға тұруға бригадир мәжбүрлеген көрінеді. Сөйтіп қамырды шығарып кесетін қондырғы қыздың қолын жұлып алған. Сорақ қыз сол қансырап жатқан кезінде мекеме қызметкерлері жедел жәрдем шақырып көмек көрсетудің орнына қолын скотчпен байлап қанды тоқтатуға тырысып бағыпты. Чеберек болатын, аппарат айналатын. Сол жыртып кеткен соң алдыда басқа жоске бірдеңе салды. Соны алды да соны сол жерге тіккен ғой. Бір жарты сағаттан кейін қолым тартып кетті сол аппарат. Көшеде жаттым оймен, мал сияқты. Көп уақыт жоғалтып ауруханаға әрең келгенде де жарақат алған қызға мекеме қызметкерлері маза бермепті. Телефонын өшіріп, өзінен алып алған. Әлі үстіне шыққан бойжеткенге түсініксіз құжаттарға қолда қойғызып үлгеріпті. Жұлдыздың жақындарының айтуынша Түрксіб аудандық соты да жарымжан жанға жағымды шешім шығармапты. Өз ара келісімге келіңдер, менің шешімім осы ғана. Қанша рет отырыс жасасаңдар да мен солай шешемін, басқа ештеңеге мен көмектесе алмаймын деді. Олардың бастықтары болса бізге айтады, мен сендерге тек қана протезін алып берем, одан кейін жұмысқа келіп істесін. Қыздың қолына жасалған отаға қаржылай көмек көрсеткен шинлайындықтар және ауырып жатқан күндер үшін ақы төлепті. Протез сатып әперуге уәде еткен, моральдық және денсаулығына келген зиян үшін өтесін деген 2 миллион теңге туралы талаптарын сот қанағаттандырмапты. Түсіру тобын есігінен ары аттатпай қойған Шинлайн басшылығы оң қолының жартысы жоқ бойжеткен қызды қарауыл қызметіне алатындықтарын айтады. Мы ее приглашаем на работу, пожалуйста, предлагаем работу вахтером, охранником без проблем. Она не выходит. Да, мы силой заставили, туда засунули, и она получила травму. Ал қазір Жұлдыздың жұмыс істеуге қауқары жоқ. Ашуланса әлі құрайды. Бізбен сөйлескеннен кейін де талып қалды. Тыныштандыратын дәріге тәуелді болып қалған. Қорғаушы жалдауға қаражаттары тағы жоқ. Аудандық сотқа артқан соңғы үміттері де ақталмапты. Енді қалалық сотқа шағымданам, қауқарым қалса дейді Жұлдыз. Ирина Сабитжан, Заринат Абулхаиров, Қайрат Әкімбаев, Информ бюро 31 арна, Алматы. Ал Ресей оппозиционерлері қазақтың бас ақынын әлемге паш етіп, танымалдылығын күн сайын арттырып жатыр. 7 күннен бері Мәскеудегі Абай ескерткішінің маңына түнеп жатқан орыс халқы қазақ ақынын қарсылық жиынның символына айналдырып, өлеңдерін ұран етіп айтып жүр. Окупай Абай деген хэш 3 күннің ішінде тек танымалдылығы жағынан әлем бойынша 3-ші орынға шыққан. Тіпті Ресей жастарының арасында Абай сөздерімен ғана сөйлеу сәнге айналып барады. Жақында Абай ескерткішінің қасында газет шығарылып, кинолар көрсету жоспарланып отыр. Сондай-ақ Берлус Путин пьесасы да қойылмақ. Окупай Абай, Кунанбаев. Окупай Абай, если хочешь быть свободным, приходи давай. Окупай Абай, сделай дело для страны, не зевай. Окупай Абай. Мальчики, девочки, старый млад, приходите сюда, Абай будет рад, Абай будет рад, Абай будет рад. Ескерткіштің маңына жиналған халыққа Абайдың суреті бар жиделерге дейін көптеп сатылып жатыр. Ақын шығармашылығына сұраныс артқалы, Мәскеудің бірнеше баспасы да Абайдың өлеңдер жинағын басып шығаруды қолға алған. Ресейлік белгілі тележүргізуші Тина Канделаки Абай оқуларына байқау жариялағанын айтты. Тіпті Абай туралы жақсы бейнеролик түсірген жеңімпаздың ұялы телефонын 4 айға жылдамдығы жоғары шектеусіз интернетке қосып беретінін хабарлап, көпшілікті осы байқауға қатысуға шақырып жатыр. Ал ресейлік бірінші арнаның тележүргізушісі Иван Ургант вечерний Ургант хабарында Абайдың жазғы туры өлеңін қазақ тілінде оқып шықты. Жазгытуры калмайды кыстын сызы, масатыдай кулпырар жырдин жузы, жан жуанар адамзат алталаса атанаддай ылжырер кунин кызы. Ал өркениетті дамып келе жатқан 21 ғасыр технологиялар заманда өмір сүріп жатқан бүгінгі күннің қазағына ең бірінші не керек? Нені арман етеді? Біздің әріптестер осы сауалды көпшіліктің өзіне қойып көрген еді. Өмір жолын мен жүрдім, оңай демес. Өткердім талай жарыс, талай белес. Өмір жолымен бірде қуанып, бірде мұңайып жүріп келе жатқан бүгінгі қарапайым қазақ жұртының қалауы, арманы көп болып шықты. Қазаққа бәрі керек деп қутыршылықтың қамын ойлаған халықтың көбісі тұрмыстық әл-ауқаттың жағдайын жақсартатын дүниелерді алғашқы орынға қойып отыр. Қазаққа жұмыс керек, баспана керек. Менен кедей адаммын болсын, бәрі де керек қой маған. Жұмыс болмаса қазір басқа үйіңде болмайды,
күйіңде болмайды, естігің болмайды. Бірінші өмір, екінші денсаулық, сосын жұмыс істеп, сосын тіршілік істеу керек, басқа ештеңе емес. Алайда көпшіліктің арасында тіл, діл, рухани мәселелерді алға қойғандар да болды. Қазаққа міндетті түрде рухани байлық керек шығар. Қазақ адамға, әр адамға, қазақ мұсылманға шыдамдылық пен махаббат, біргіншілік керек. Өмір жолы жүйрікпен жарыстырған. Өмір жолы мен білдім оңай демес деп әндеткен әнші Жұбаныш Жексенұлы қария болмасам да өмірдің аз-кем тұстарын түсініп қалдым дейді. Қазаққа не керек деген сауалға өнер жұлдызы әуелі тіл мәселесін тілге тиек етті. Қазақ тілінде бір-бірімен 100% көрсеткіште сөйлесу керек, менің ойымша. Және қазаққа өзі айтқандай жұмыста керек. Ал мынау енді өнерде жүрген адам ретінде сол тұрғыдан айтқанда қазаққа жақсы әндер керек. Ал жазушы Жүсіпбек Қорғасбек қазаққа ең әуелі тұрмыстық деңгейін жақсарту керек. Содан кейін барып халық тіл, дін, діл сияқты мәселелерді қолға ала бастауы мүмкін дейді. Халықтың да кішкене ауқатты болғаны, тұрмысының жақсы болғаны керек. Бүгінгі күні қазаққа не керек деген кезде бірінші керекте осы жұмыс керек, тіршілік керек, кәсіп керек, байлық керек деп айтатын едім. Табыс көзі жақсы жұмыс, баспана, отбасы. Қазаққа бүгінгі күні ең керек деген дүниелер осы болып шықты. Ал дініне де берік, тіпті жұмыс істемесе де байлығы да жетіп артылатын араб әмірліктеріндегі арабтарға не керек екен? Бәрі бар деген арабтардың бұл дүниедегі арманы не? Аида Боранбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы. Ал Алматының халқы апатты қызметтердің автожауап берушілерінен мезі болдық деп отыр. Өйткені өрт шыққан жатақхананың тұрғындары бірді бас, екіні бас деп апатты қызметке хабар бергенше, бір адам 3-ші қабаттан секіріп, бірнеше адам ысқа уланған. Ал өрт сөндірушілер 10 минуттың ішінде келіп, тілсіз жауды ауыздықтап, түтін құрсауында қалғандарды құтқардық деп отыр. Өрт сөндірушілер келгенше тұрғындар қою қара түтінмен жалын құрсауында қалған. Шамасы келгендер өз беттерінше пәтерлерден шығуға талпынған. Жатақхана тұрғыны Нұрлан Манапбаев аяғы ауыр әйелін қылқимаға шығарып, кішкене қызын өз алып шыққан. Әйелім 2 қабат еді, 9-ші айда уже. Соған 15 минут күннен кейін осаны көрдім. Соған тек жаман болды. Оны балконға шығарып қойдым да, мына қызымды алып шығайын десем, қара түтін. Коридорға шыға алмайсың. Рисковать еттім мен. Алып шықтым. Подъезден алып шыққан жұрт 3-4 рет құладым жерге. Тұрғындардың барлығы құтқару қызметінің дер кезінде келмегенін айтады. Олар келгенше үрейленген Гүлзира Меңжанова 3-ші қабаттан секіріп кеткен. Дәрігерлердің айтуынша бұғанасы сынған. Кешігіп келген өрт сөндірушілер түтін құрсауында қалған балалар мен қарттарды құтқарғанша біразы ысқа уланып қалған. Тұрғындар өрт сөндірушілердің шұғыл қимылын көре алмадық деп ашынады. Скорыйға звонда, неге звонда? Звондасан айтады, екіні бас оператор шақыру үшін дейді да. Занят келмейді да. Сондай да. Бір спасатель уақытылы келген көрген жоқпын. Өзім әйелім аяғы ауыр, 2-3 этаждан лақтырып жібермейсің ғой. Пожарный лестницасы ол, лестница емес, ол өздері шығатын лестница. Спасательный жұмыс көрген жоқпын. Ал өртке қарсы қызмет өкілдері хабардың 9:18-де түскенін айтады. 10 минуттың ішінде келіп, тілсіз жауды 10 минут ішінде ауыздықтадық дейді. Жалын 10 шаршы метр аумаққа таралған. Құтқарушылар үйлерінде қамалып қалғандарды сатымен жерге түсірді. Жатақханадан 60 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Один маленький ребенок пострадал, отравление. Бір кішкене бала зардап шекті. Оны бірінші қалалық клиникалық ауруханаға жатқызды. Өрттің шығуымен оған кінәлі азаматтар анықталуда. Әзірге өрттің шығу себебі мен шығын көлемі белгісіз. Өрт сөндірушілер апат дәлізде болды, ешқандай пәтерге зақым келген жоқ дейді. Ұлан Тәліпбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31-ші телеарна. Пәтер иелері кооперативі қайда қарап отыр. Алматыда 40-50 жылдан бері жөндеу көрмей келе жатқан көп қабатты тұрғын үйлердің тозығы әбден жеткен. Бүгін Тимирязев көшесінің бойында орналасқан дәл осындай баспанадан үлкен өрт шықты. 270 шаршы метрге жайылған қызыл жалын үй шатырын әп-сәтте бір төбе күлге айналдырған. Вы посмотрите, в каком состоянии крыша. Дома, постройки, я не знаю, наверное, 50-х годов. Обратите внимание на соседний дом, на крышу, новая крыша, и вот этот дом. Деньги собирались неоднократно. Мать постоянно говорит, вот приходили на то сдавали, на замену электрощитка, на замену счетчиков, на ремонт крыши. Как дочь, она звонит в КСК, у меня крыша течет. Они плевать хотели, понимаете? Они собирают деньги для того, для своих нужд, все, а ничего не делают. Шұғыл далаға шығарылған 50-ден астам үй тұрғындары өздерімен бірге тек құжаттарын ғана алып үлгерген.
Тұтанған отты сөндіру үшін шелектеп құйылған су, баспанамызда қалған мүлкіміз бен тұрмыстық техниканың барлығы жарамсыз күйге айналды. Терезелеріміз шағылды деп ашынады олар. Көп жылдан бері ақша жиып жөндеу жұмыстарын жүргізбей келе жатқан пәтер иелері кооперативін 4 қабатты үй тұрғындар енді сотқа бермек. Қазірдің өзінде олар қол жинап, акт толтырып жүр. Сондай-ақ олар коммуникация құралдарынсыз қалған үйге ұры қара түспес үшін учаскелік тәртіп сақшыларынан баспаналарын тәуліктік күзетке алуды талап етуде. Қарағандыда мемлекеттік комиссия Бесоба тұрғын үй кешенінің 5 қабатты үйдің құлау себебін жариялады. Сарапшылардың қорытындысы бойынша тұрғын үйдің құлауының басты себебі болған төтенше жағдай 2005-2006 жылдары үй құрылысын бастайтын кезде-ақ туындаған екен. Бірден бір себеп үйді алғаш тұрғыза бастағаннан-ақ құрылыстың сапасы жүргізілуі, инженерлік геологиялық мәліметтердің дұрыс болмауы, үй құрылысын жобалауға тиісті лицензия жоқ ұйымды тарту. Комиссияның есептеуі бойынша құлаған үйден келген шығын 500 миллион теңгені құрайды. 2009 жылы 6 сәуірде үлескерлер қаржысына салынып, пайдалануға берілген Бесоба кешеніндегі 5 қабатты үй биыл сәуір айында құлап, бірнеше отбасы далада қалған. Үйді салған құрылыс компанияларына үйді қабылдап алған мемлекеттік комиссияның төрағасы мен мүшелеріне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Ал Тараз қаласына қарасты Көлтоған елді мекені ауыз суды арықтан алып отыр. Тұрғындардың сапалы тіршілік нәрінен нұр тартпағалы 20 жыл болды. Қазылған құдық қантарылып тұр, жер асты суы тартылып кеткен. Тұрғындардың таудай тауқыметін тілшіміз Нұрадин Рақай тыңдап қайтты. Көріп атқан күніміз мынау. Малдан жаманбыз мінекей. Алып атқан суымызды көріп тұрсың мінекей. Көкейкесті мәселенің жылда күн ілгеріге қалғанына қапалы қараша. Басты базынасы ауыз судың әлегі. Көптің көлдей тілегін билік бір жақты етіп берер деп дәмелі. Ауызша ауыз суда ауылға кіргізген шенеуніктерден шаршапты жұрт. Тұрған судан құрсығады ғой. Соны шығатын мына ауылдардың балаларын бәрі ауру. Сары ауырып отыр, біреу туберкулез болып отыр. Бұл қандай сұмдық? Әкімдер келеді, жейді, кетеді. 20 жылдан бері ауыз судың машақатын тартқан жұрт сан мәрте сабылып, атқарушы билікке хат жазыпты. Желбоз жауаппен жұбатып келеді әзірге. Анығы осылай біраз әкімді ауыстырыпты. Алайда келгенде күркіреу күшті болғанмен нақтысты сіркіреу шамалы болып тұр әзірге. Жұрт осыған наразы. Областной акиматқа Бозымбаевтың өзіне жеке кірейін дегенмін. Жеке Бозымбаев жоқ, Жолдасбаев қабылдайды деп мені шақыртты. Арықтың суынан ішіп отырмыз, арықтың суынан кір жуып отырмыз деп айттым. Сонда олар маған айтқаны, сіз қойды арықтың суында чуда вообще су жоқ. Сіз қайта арықтың суынан су ішіп отқаныңызға қуаныңыз деп айтты маған. Тағамға тұтынғанға да, кір жуғанға да жайдақ су жарап тұр қазір. Төрт түліктің суаты да осы. Қалай болғанда да жұрт әлі шыдам шырағын жаға тұруға тура кеп тұр. Көгілдір отының жоқтығы да қыста көптің құтын кетіріп отыр. Осы күзде ауыз су мәселесін шешіп береміз деп сендіреді қала басшылығы. Құбыр келіп қойды. Ол бәрі біткеннен кейін содан арғы біз су шығарамыз да мектепті де елді мекенге де су береді. Биыл міне 1 сентябрьде мектеп ашылады ғой. Біз август айында береміз, тамыз айында. Қазылған құдық қаңтардан бері қаңтарылып тұр деп қынжылады қараша. Күдерін үзбей күнде шелек салады. Бос шығады бірақ. Нұрайын Рақай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Тараз. Алда көретіндеріңіз. Павлодарда 49 жастағаны шем тапты. Ал Қызылордада 26 жастағы елдің 7 баласы бар. Кешкілік бір табақ ет жемей ұйықтамайтын ағайын денсаулығын қалай күткені дұрыс. Бұдан өзге де маңызды ақпараттар аздаған жарнамадан соң. Хабарымыз жалғастырамыз. Бүкіл әлем 23 маусым күні атап өтетін халықаралық олимпиада күнін еліміз 19 мамыр мерекелейтін болды. Спорттық шара еліміздің барлық облыстарын қамтымақ. Мұнда кез келген жастағы қатысушы өзінің күшін сынап, жастарға қатысып жүлдегер атана алады. Алматы қаласындағы спорт мектебі халықаралық шаңғы трамплин кешенінде өткізілетін болды. Әдеттегі жүгіруден басқа алматылықтар бұл жолы секіру, велосипед тебу, теннис жарыстарымен қатар садақпен оқ ату, арқан тарту сынды ұлттық ойындарға да қатыса алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша шараның басты мақсаты халық арасында салауатты өмір салтын кеңінен насихаттау. Тамақтану тәртібінің бұзылуы, жоғарғы калориялы тағамдар, қозғалыстың азаюы бұның барлығы адамның аурушан болуына әкеп соғады. Сондықтан кез келген азамат дене шынықтыру жаттығуларын өміріне серік етумен қатар тамақтану мәдениетінде қалыптастырғаны жөн дейді мамандар. Компьютерде отырамыз, таңертең қанша уақыт. Телевизор қарап отырамыз, кітап оқимыз, автобуспен үйге баламыз, машинамен жүреміз. Ал қозғалыс аз. Сол қозғалыс аз болғаннан кейін біз тамақты өте мәдениетті түрде қарап, оның да көлемін азайтып,
мысалы майлы тамақта кардиология деп айтсыз, жүрек аурулар ол қазір өте Қазақстанда күрделі нәрсе. Бұның барлығы жаңалдегі тамақтың майлы тамақ дейміз. Майлы тамақты жеу керек, бірақ оның көлемін білу керек. Көлемі өте үлкейіп кетіп жатыр. Жүрісіміз, қозғалысымыз азайып жатыр. Бүгін халықаралық отбасы күні. Бұл дата әсіресе Қостанай облысының Төлегеновтар жанұясы үшін нағыз мереке. Өйткені отбасы 6 баланың 5-еуін балалар үйінен асырап алған. Отағасы мұнымен де шектелмейміз, қажет болса 10-15-ін қамқорлығымызға аламыз деп отыр. Берекесі жарасқан шаңырақ туралы келесі бейне материалда. Төлегеновтер асыранды бүлдіршіндерін бауыр еті балаларындай көреді. 5-еуін жалғыздарынан бөліп жарып, кеуделерінен итерген кездері болмаған. Конечно, к этому шли. Мұндай шешімге келу үшін көп ойландық. Жұбайым мен ұлым басында қайта-қайта қолқа салды. Ал енем бала асырауға өз рұқсатын бергенде жүрегім жай тапты. Төлегеновтер отбасына аренадан соң алаң келеді. Көп замай бақытты жанұяның есігін ағалы інілі Шыңғыс пен Ринат ашқан. Ал кішкентай Мадина небәрі 4 ай бұрын ғана қатарға қосылыпты. Я думаю, если каждый Менің ойымша өзін-өзі сыйлайтын әрбір адам бір баладан асырап алса, бұл да үлкен көмек болатын еді. Мен Рудныйдағы интернатта, осындағы балалар үйінде болдым. Ата-ана қамқорлығына зәру балалар өте көп. Алайда асыранды бүлдіршіндер үшін Төлегеновтер мемлекеттен де, демеушілерден де қол созып көмек күтіп отырған жоқ. Бар тілектері жер телімін алып үлкен үй салу. Сол күнге жетсе қатарымызды тағы 2-3 есеге асыранды балалармен арттыруымыз әбден мүмкін дейді отағасы. Лимар Салих, Айжан Утепова, Сергей Бодров, Алмас Бестембеков, Информбюро, Қостанай. Бүгін Алматыда ерекше неке қию рәсімі өтті. Қала маңындағы 158-18 тергеу изоляторында жазасын өтеуші Серікбол Адаспаев шаңырақ көтеріп, отағасы атанды. Жас жұбайлар бұл датаны халықаралық отбасы күнімен байланыстырған екен. 20 жастағы қалыңдық өміріндегі ең бақытты күнді 3 жыл бойы күткен. Серікболға серік болғанына аса қуанышты. Ақ көйлек киіп көгершін ұшырмаса да, сүйіктісінің жанында болғанына шүкіршілік етеді. Оның үстіне өмірінде қателік жасап, ада жолдан тайған азаматтың бостандыққа шығатын күні де алыс емес екен. Тура 4 айдан соң жас жанұя еркіндікте емін-еркін өмір сүреміз дейді. Ал бүгін Павлодарда 49 жастағы ана шөм тапты. Ал Қызылордада 26 жастағы анаға күміс алқа табысталды. Қала әкімі Мархабат Жайымбетов бұл жолы көп балалы 15 ананы мәртебе мінберіне көтерді. Мемлекеттің құрметке ие болғандардың ең жасы 26 жастағы Назира Сабралиева. Ол 7 баланың анасы. Күміс алқа алған Назираның үлкені 5-ші сыныпта болса, кішісі 5 айлық. Қала әкімі Мархабат Жайымбетов күміс алқа иесіне келер жылы алтын тағуына тілек білдірді. Бүгін Алматыдағы ұлттық кітапхананың көрме залында Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Болатбек Төлепбергеннің ұлттық идея тәуелсіздік тұғыратты монографиялық кітабының тұсауы кесілді. Бүгінде 20 шақты кітапты жарыққа шығарып үлгерген Болатбек Төлепбергеннің қоржына тағы бір ұлттық идея тәуелсіздік тұғыратты кітаппен толықты. Қазақтың ұлттық идеясының қалыптасуы мен рухани, этикалық құндылық пен әлеуметтік қырынан зерттелген аталмыш туындыға біраз қазақ зиялылар қатысып, өз пікірлерін білдірді. Ұлттық мемлекетті ұлттық идея арқылы құруға болады. Бұл жерде билік те, оппозицияда бір тоқтамға келу керек дейді Болатбек өз сөзінде. Сондай-ақ ұлттық кітапхананың көрме залында тағы да Михаил Терентьевтің орталық Азияны жаулап алудың тарихы мен кестесі атты 3 томдық кітаптың тұсаукесері өтті. Қазақ тарихының өзге ұлт өкілінің көзімен баяндалатын бұл басылым тарихымыздың кейбір ашылмай келген тұстарынан хабардар етеді. Тіпті қазақ ұлтына мемлекет саяси басқару сынды түсініктер болмаған деген қағиданы да жоққа шығарады. Қазіргі тарихи кітаптардан өзінен ашық шынайы ойларымен ерекшеленетін аталмыш туындының жастарға берері мол дейді авторы Болатбек Қуандықов. Сондай кітаптың осы уақытқа дейін шықпай келуіне кеңес үкіметінің саясаты кедергі болғанын айтады. Жарты сағаттан соң Фатмагүл сериалын жіберіп алмаңыздар. Информбюроның сейсенбідегі шығарылымы осымен тамам. Алда жарнама және ауа райы мәліметі келесі кездескенше аман сау болыңыздар.